Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай дәмді, өте керемет қаралы мен алмадан жасалынған компот жасайтын боламын. Ал ендеше кеттік, бізге керекті заттар, яғни қаралы және алма. Мен бұл екі затты өзімнің бақшамнан теріп алдым. Бірінші банкамызды тазалап жуып, осылай стерилизат етіп аламыз. Мен осындай шолпымен қойып қойдым, себебі банка түсіп кетеді ішіне. Енді бірінші банкамызды тазалап стерилизат алғаннан кейін алмаларымызды салатын боламыз. Біздің үйде көбінесе компоттың ішіндегі осындай алма нелерін жей бермейді, сондықтан мен азырақтан салдым. Егер де ұнатсаңыз, одан да көп салсаңыз болады. Екінші сливамызды саламыз. Ол да дәл солай өз қалауыңызша салсаңыз болады. Ал ана жақта үлкен кастрөлда су қайнап жатыр. Сіздерде бірінші суды қойып қойсаңыздар болады. Жақсылап, бұрқылдап, әдемі болып қайнау керек. Уже су құюға дайын. Енді қайнап тұрған суымызды толтырып, құйып, осылай крышкамен жауып, 1 сағатқа қоямыз. Міне банкамыз 1 сағат тұрды. Осылай банкадегі суымызды қайтадан кастрөлімізге құйып, 1 литрге 100 граммнан шекерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз, және бұл су қатты қайнау керек. Жақсы бұрқылдап қайнау керек. Қайнаған соң жақсылап банкамызге құямыз. Осындай цветі әдемі, қып-қызыл болып шығады. Міне біздің компоттарымыз дайын. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, сізге ұнаса лайк басып кетіңіз. Ендігіде менің арнамда өте керемет видеолар шығады.